қазіргі таңда айтамыз, 70% біздің энерго немнелердің бәрі тозы дейміз. Оны біз неге сондай тозыққа жеткіздік? Біз неге соларды уақытында жөндемедік? Біз неге соны қадағаламадық? Дұрыс қой. Күн сәулесін қарау керек бізде, жел күшін қарау керек. Бізде неше түрлі желдер соғатын жерлер бар. Ерейментауда қаншама қапалақтар тұр, иә? Жаңғызтөбеде қаншама қой қойды. Соларды көбейту керек бізге. Атом электростанциясы біздікі деген, ол қазір мен білмеймін, біз оған әлі жеткен жоқпыз. Қажет жоқ. Бізге ол қажет емес. Мен өз жеке ойым солай. Ол ана радиацияны да ұмытпау керек. Ертең күні біздің Семейдегі полигонды білесіздер, содан әлі адамдар зардап шегіп жатыр. Қаншама мутанттар туып жатыр, қаншама аутисттер, даундар туып жатыр. Оны да ойда ескермей, оны ұмытпау керекпіз. Ертең күні атом электростанцияны біз салып, біз біреуге тәуелді боламыз ба деген біздің ел сондай уайым туып тұр. Ертең күні біздің ақшамыз да жоқ. Біз олсыз да 163 миллиард доллар қарызбыз шетелге. Тағы да 20 миллиардқа біз қарыз боламыз.